Райхан әмірді жуынатын бөлмеге әдейі қамап қояды. Әмір оған қуанады. Демек ол менің кеткенімді қалап тұрған жоқ деп іштей мәз болады. Ал Райхан болса есікті құлтап алып, бірақ өкініп тұрады. Қазір шықсам мен не деп айтамын деп әбден қынжылады. Әмірде қосымша кілт болса да ол Райханның есікті ашқанын қалап тұрады. Райхан болса не істесем екен деп әрі-бері ойланып отырған кезде Әмір екінші кілтімен есікті ашып, ішке кіріп келеді. Сөйтіп Райханды құшағына бас салып құшақтайды. Әмір, демек ол да менің кеткенімді қаламаған ғой деп мәз болады. Әмір Райханның бұл қылығына түсінбей қалады. Содан соң Әмір Райханның көзіне қарап тұрып, мен сені сүйемін деп айтады. Әмірдің Райханға сезімін білдіргені Райханға ұнағанымен, Райхан дереу есін жиып алады да кезінде Әмірдің оған айтқан ауыр сөздерін қайта есіне түсіреді. Әмір оған, сен менің әйелім емессің, ешқашан әйелім болмайсың да, және саған екі дүниеде де ғашық болмаймын, саған уәде беремін деген сөзін қайта есіне алады. Содан соң Райханның үнжұрғасы түсіп кетеді. Әмір не болды деп сұрайды. Райхан болса, сен маған білесің бе кезінде не деп айтып едің? Мен саған ешқашанда ғашық болмаймын дегенсің, тіпті уәде бергенсің, есіңде ме дейді. Әмір оған ол кезде жағдай басқаша болатын. Мен өзімнің ол қылығыма қатты өкінемін. Ол сөзді мен саған ашу үстінде айттым, яғни өзіме ашулы болдым дейді. Мен қазір сол ісіме қатты өкінемін деп одан кешірім сұрайды. Ал Райхан болса, бұны мен ешқашан ұмытпаймын деп кері шегініп кетіп қалады. Лейла әкесінің қандай адам екенін білген соң, онымен түк болмағандай сөйлеседі. Лейла Кемал мен Масалды қорғамақ болады. Мен Кемалға зиянымды тигізбесем, ол маған зиян тигізеді дейді. Лейла болса, оны жайына қалдыр, ол жақсы адам дейді. Талас болса, қайдан білесің, танып білгеніңе 3 күнде болған жоқ қой. Сені құтқарып қалған Кемал жақсы, ал сені өсіп жетілдірген әкең жаман болғаны ма сонда дейді. Талас болса, жарайсың, осы күйде жалғастыра бер, ешкімге қарап қалған күнім жоқ деп кетіп қалады. Әмірге Райханның айтқан сөзі ауыр тиіп, ол үйден ашуланып шығып кетеді. Райхан болса, Әмір бірден бас тарта салып кетіп қалды ма деп ойлайды. Кемал Недрет тәтесіне қоңырау шалып, ұшаққа билет алып қойдым, саған барамын деп айтады. Үйге келген соң Лейла әкесінің қателігін айтып, құжатты Кемалға беріп, қаласаң полицияға осыны апарып тапсыр дейді. Кемал құжатты алып, оны жыртып тастайды да, бұл әңгіме осымен бітсін дейді. Әмір кетпес бұрын сүт анасына келеді. Сөйтіп ол Райхан екеуінің арасындағы бүкіл мән-жайттың барлығын айтып береді. Сүт анасы Әмірге неге бұны маған алдын ала айтпадың дейді. Сенікі де дұрыс емес, уәде бергенсің, адам тіліне ие болу керек дейді. Осы кезде сүт анасының жағдайы нашарлап, оны ауруханаға алып кетеді. Хикмет мырза дәрігерінің алдына келеді. Дәрігер тексерулердің нәтижесі бойынша сіздің жағдайыңыз қуантарлық дейді. Хикмет мырза оны естіп мәз болып қалады. Әмір сүт анасын ауруханаға алып келіп, оны дәрігерге қаратады. Әмірге соны қоңырау шалып, сені кеткеніңді Райхан қаламайды, жаңа ғана сөйлескен едім, оның көңіл күйі мүлдем жоқ деп бүкіл мән-жайтты айтып береді. Жавидан ханым Жемреге қоңырау шалып, Әмірмен бірге Аляскаға кетпекші екенсің ғой, сенің не ойлағаның бар дейді. Жемре болса, еш нәрсе айтпай, менің қолым бос емес деп тұтқаны қоя салады. Жемре бұны Райханға айтсам, екеуінің арасы міндетті түрде бұзылады дейді. Жемре Райханға Әмірмен бірге Аляскаға кететіндігін айтады. Райхан оны естіп, одан сайын жынданады. Райхан Әмірге қоңырау шалады, бірақ ол тұтқаны көтермейді. Содан соң ол Әмірдің артынан әуежайға бармақшы болады. Райхан жүргізушіге дереу мені бір жерге алып бар деп айтады. Лейлаға Талас қоңырау шалады да, бір шаруа шығып тұр. Екеуміз соны жасауымыз керек, одан соң саған уәде берем, бұл лас тірлігімді тастаймын дейді. Райхан жолда кетіп бара жатып, жүргізушіге тездетесің бе дейді. Сол кезде Әмір артына бұрылып жарайды дейді. Райхан Әмірді көріп таң қалады. Әмір Райханға саған берген ауыр уәдемнің жазасын өтедім, енді арамызда ешқандай кедергі жоқ дейді. Осы кезде Райхан, сен Жемремен бірге шетелге кетпек екенсің ғой дейді. Әмір, мен оны сенен бірінші рет естіп тұрмын дейді. Әмір сол кезде Райханға, сен мені қызғанып тұрсың ба дейді. Райхан, жоқ, не үшін қызғануым керек екен дейді. Әмір болса, шын айтасың ба, екі бетің қызарып кетті ғой дейді. Әмір іштей мәз болып, ол мені шын сүйеді, мені қызғанып отыр деп оны одан сайын қызғандырады. Осы кезде Әмірге Жемре хабарлама жібереді. Сөйтіп ол әтеге Жемре хабарлама жіберіп жатыр дейді. Райхан шыдамай, неге жауап бермейсің дейді. Жемре тағы не депті деп Райхан өзінің қызғанғанын білдіріп қоя береді. Әмір, сен мені қызғанып отырсың ғой, мойындасаңшы дейді. Ал Райхан болса Әмірге сезімі барын мойындамай қояды. Әмір Райханға екеуміз оңаша жерге кетеміз деп жолға шығады.
Әмір болса, сен маған қашан сүйетініңді айтасың дейді. Әмір, екеуміз оңаша қалсақ, мүмкін сүйетініңді айтатын шығарсың дейді. Асығыстық жоқ, мен сені күтемін дейді. Екеуі орманның арасына кетіп бара жатқан кезде кенет көлік жүрмей қалады. Райхан не болып қалды дейді. Әмір болса, жанармайы бітіп қалыпты дейді. Орманның іші болған соң ешқандай байланыс ұстамай тұрады. Сөйтіп екеуі жанармай іздеп жолға қарай шығады. Райхан Әмірге қайдан ғана сенімен келдім екен деп оған ашуланып жүреді. Содан соң Райхан бір кезде Әмірді жоғалтып алады. Райхан Әмірді іздеп қараса, Әмір қазылған ордың ішіне түсіп кеткен екен. Әмір сыртқа шығуға тырысқанымен бірақ шыға алмай қалады. Содан соң Райхан көлікке барып арқан әкеліп береді де Әмірді шығарып алады. Райхан мен Әмір екеуі осылай жүрген кезде түнде батып кетеді. Содан соң олар орманның ішінде от жағып отырған екі ер адамды көреді. Сөйтіп олардың алдына барып көмек сұрайды. Жаңағы ер адамдар сендерге жанармай табуға көмектесеміз, алдымен жылынып алыңдар дейді. Осы кезде олар Райханның мойнындағы алқасына қызығады. Сунаға Джемре қоңырау шалып Әмірдің қайда екенін сұрайды. Суна болса, ағам Аляскаға кеткен жоқ, қазір Райхан екеуі бірге дейді. Оны естіп Джемре, Райхан Әмірді менен тартып алды деп жылайды. Содан соң ол жолда Райханға ұқсайтын бір қызды көріп қалады да оның шашынан жұлып, мен саған көрсетемін әлі дейді. Содан соң Джемре ол Райхан емес екенін біліп, одан кешірім сұрайды. Жаңағы қыз ашуланады, ал Джемре болса оған ақша ұсынады. Ал жаңағы қыз Джемренің айтқан сөзіне ашуланып, қайдағы ақшаны айтып тұрсың, сені ма деп Джемрені бас салып ұрып тастайды. Жаңағы адамдар Райханның мойнындағы алқасын алмақ болып, оған жабыса кеткенде Әмір қарсыласа кетеді. Райхан Әмірді құтқармақ болып біреуінің басына ағашпен бір-ақ ұрады. Содан соң жаңағы екі ер адам қашып кетеді. Содан соң Әмір Райханды қатты құшағына қысып құшақтап алады. Сөйтіп екеуі жағылған оттың жанында жылынып тамақтанып алады. Екеуі әңгімелесіп, бұрынғыдан да бір-біріне жақындай түседі. Әмір Райханға енді сенің жүрегіңді ауыртпаймын деп уәде береді. Жаңағы әйел Джемренің үстінен шағым түсіріп, оны түрмеге қаматады. Джемре түрмеде отырса да Әмірді қалай сүйетінін және Әмір екеумізді Райхан ажыратып жіберді деп айтып отырады. Райхан Әмірдің иығында ұйықтап қалады. Әмір әдеттегідей тәтті ұйқыда жатқан Райханның бетіне қарайлаумен болады. Мұнда барлығы Райхан мен Әмірдің бірге уақыт өткізгеніне мәз болып отырады. Джавидан ханым Сунадан қайда кеткенін айтқан жоқ па дейді. Хикмет мырза болса, оны қайтесің? Жастар оңаша қалсын, демалсын дейді. Джавидан ханым Хикмет мырзаға екеуімен де оңаша жақсылап сөйлестім. Некелеріңді бұзбай, керісінше мықты етіп сақтап қалуға тырысыңдар деп ескерттім дейді. Хикмет мырза Джавиданның бұл сөзіне таң қалады. Джавидан ханым іштей ешқандай қателік жібермеуім керек. Жоғалтқанымның барлығын қайтарып алуыма аз-ақ қалды дейді. Таңда атады. Әмір болса түнімен көз ілмей Райханның бетіне қарайлаумен болады. Кемал Йонжаға ұшаққа билетті 3 адамға алдың ба дейді. Сөйтіп ол Лейла масал ішеміз кетеміз дейді. Оны естіп Йонжаның көңіл күйі түсіп кетеді. Сөйтіп Йонжа Кемалға мен сізге бір нәрсе айтайын дегенмін, мен жұмыстан шығайын деп жатырмын дейді. Кемал мырза не себеп дейді. Жақсы бір жұмыс таптым, соған кетейін деп жатырмын дейді. Йонжа жылап сыртқа шығып кетеді. Артынан Лейла келеді. Лейла Йонжаға не үшін кетейін деп жатырсың дейді. Йонжа болса мен артық шыдай алмаймын дейді. Сөйтіп ол Кемал мырзаны жақсы көретіндігін, бірақ ол кісі мені емес сізді жақсы көреді дейді. Ал Лейла болса бұндай сөзді күтпеген болатын. Оларды Кемал терезеден бақылап қарап тұрды. Әмір Райханға бұдан былай мен енді қателік жібермеймін. Мен өзің сезіміңді айтқаныңша сабыр етіп күтемін дейді. Сол кезде біреу Әмірдің басынан қатты соққы беріп ұрып, оны жерге талдырып түсіреді. Райхан Әмір деп айғайлайды. Райхан Әмірдің басы қанап жатқанын көріп шошиды. Келесі бөлімді жіберіп алмас үшін Киноәлем арнасына тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.